Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Алдарыңызда Серік Жамбілашұлы. Жуырда батыс ақпарат құралдары, батыс барлау қызметтері орыстың сұмдық бір құпия жоспары туралы құжаттарды қолға түсірді. Бұны Путин құжаттары, орыс құжаттары деп ағылшын тілінде тағы басқа шетел тілінде іздесеңіздер өте көп мәлімет шығады. Бұл құжаттардың сұмдығы мынау. Бұл құжаттар осы Украин соғысы басталудан бұрын жасалған екен, және бұлар бұл құжаттарды жасағанда Украинды небәрі 10 күннің ішінде жаулап аламыз деп жоспарлаған. Сөйтіп 2022 жылы августтың аяғында Украинды басы бүтін толық жаулап алып, жалпығалықтық дауыс беру, яғни өтірік референдум арқылы Украинды Ресейге қосу жұмысын сәтті түрде аяқтаймыз деп жоспарлаған. Ол жердегі олардың жоспары мынандай болған. Біріншісі, зор көлемдегі тұтас мемлекеттік әскери күш-қуатты пайдалана отырып, Украинға жаппай шабуыл жасау, әуеден шабуыл жасау, бүкіл мемлекетті салданған халге жеткізу, ең соңында жаңағы жаулап алу. Жаулап алғаннан кейін қалай істейді? Біріншісі, Украинның мемлекетінің ішіндегі әсіре ұлтшыл Украин мансаптыларын өлтіру. Екіншісі, қорқытауға болатын, яғни қорқытса қорқатын, бопсаласа бопсаланатындарды қорқытып, үркітіп, үнін өшіру. Үшіншісі, орысшылдарды, яғни орыспен одақ болайық дейтіндерді, батысқа қарсыларды шабыттандыру. Оларды жаңағы әлеуметтік желі арқылы, немесе телеарна ақпарат құралдары арқылы оларды басым орынға шығару. Төртіншісі, Ресейдің барлау қызметтері анықтаған нағыз шын мәнде сатылмайтын орысшылдар, яғни нағыз орыс құлдарды мансапқа қою. Қазіргі Украинның батысшыл, демократшыл өкіметін құртып, тасталқан қылып, Мәскеушіл, Путиншіл, нағыз құлғытан өкіметті құрып шығу. Ал соғыста біріншіден электр орталықтарын, жылу орталықтарын, астық қамбаларын, атом жаңағы энергиясы орталықтарын, финанс орталықтарын тұтас жаулап алу. Украинның ең негізгі жерлерінің бәрін жаулап алуды бірінші кезекте жаулап алып, мемлекеттің былайша айтқанда бүкіл халыққа керекті нәрсемен қамдайтын нәрсенің барлығын орыстың қолына өткізуді жоспарлаған. Қазіргі өкіметті құрту, былайша айтқанда басы бүтін көзін жою, өлтіру туралы тізімдікте болған. Енді осындай ақпаратты қазір батыс әлемі жариялап отыр, бірақ Ресей тарапы енді бұл туралы енді бұндай ақпараттардың ашыққа шығып кеткеннен кейін Ресей жақ енді сөздің шыны күлді беттеніп отырған отырысы отыр. Яғни біздің енді әзілдеп айтқанымыздай, Путин енді шайнайын десе бармағын таба алмай отыр ғой. Шайнайын десе бармағы қалмаған ғой, саусағы қалмаған. Бұл Украин соғысында қазір өте енді айтайын десең бір сұмдық жаңалықта жоқ. Батыс тағы да қолдап жатыр. Украинның халқы тағы да соғысып жатыр. Орыс зымырандық атқылауларын жүргізіп жатыр. Украин оларға қарсы шабуылын жүргізіп жатыр. Енді оны әр күнгісін әр күні бұдан кейін енді уақыт жар бергенде айтып отырармыз. Бірақ Путин қол қойған осындай құпия құжаттың жария болуы батыстың Ресейге қарсы барлау қызметі, яғни шпиондық қызметінің өте қарқынды екендігін, қуатты екендігін білдіреді. Ал Ресейдің ішкі жағында да жоғарғы билік жүйесінде де қазір Путинге деген сенім азайып, Путинге деген сенімнің азайғандығы соншалық, яғни ішкі жағынан орыс ыдырай бастады. Енді өткенде бір сөзімізді айттық, Путин енді осы Латын Америка сияқты бір елдерге қашуды жоспарлап жатыр деген бейресми нәрсе Твиттерде жарияланып кетті. Білесіздер, Сталиннің өзі Гитлер басып кіргенде Ресей, яғни сол кездегі Совет одағы мүлде жеңіліп, Германияның әскерилеріне тең тұра алмай, жаппай шегініп, қырылып, Мәскеудің өзіне Германияның әскерилері тақап шетіне келіп қалған кезде Сталиннің өзі қашуды жоспарлаған, білесіздер. Латын Америка жоспары болған.
Ал енді қазір мына Путиннің өзі сөйтіп отыр. Ол мүлде сенбейді, ешкімге сенбейді. Ең жақын деген жолдастарының өзіменен арасына жаңа 15-20 метр аралық сақтап жиналыс өткізеді. Осының барлығынан ақ бір нәрсені анық білуге болады. Орыстың тасталқан болатын күні алыс емес ау. Енді көп адам ойлайды, ойбай сен орыс тасталқан болады, Қытай құриды дегенің қай заман. Айналайына ондай оңай дүние жоқ қой. Ол саған бокс алаңындағы бокс емес қой. Жоғарғы салмақтағылар 12 раунд жүргізді. Анау салмағы ауырлар. Оның өзінде де бір жұдырықпен ұшып кететін боксер аз ғой. Ал Путин қанша айтқанмен әлемдегі екінші үлкен әскери мемлекетті құрды. Және ол 30 жыл бойы дүние жүзінің бірінші байы болды. Оның мұнай мен газды сатудан, орыстың мұнай газды сатудан, орыстың бүкіл халқын 140 миллион халықты дүниедегі ең сорлы, ең кедей халыққа айналдырып барып оның жинаған арам ақшасында қисап жоқ. Орыс жер жүзіндегі жезөкшесі ең көп халыққа айналды. Алқашы ең көп халыққа айналды. Жылына тек арақтың тікелей және жанамалай себебінен өлетін орыс 1 миллион. Қазіргі Ресейдің 140 миллион халқының 80 миллионы орыс, 60 миллионы басқа халық. Ал орыс өлуде. Ал қыздарының енді жезөкшелігі бүкіл дүние жүзінде бірінші орында. Бұл неден? Неге? Мысалы, кедейлігі Орыстанда асып кеткен басқа елдер бар. Неге олар жаппай жезөкшелікпен айналыспайды? Себебі құдайсыздық және тексіздік. Себебі бұлар кешегі 1800 жылдың аяғына дейін, 1800 жылдың аяғына дейін бұларда отбасылық құндылық болған жоқ. Отбасылық институт қалыптаспады. Неге? Басыбайлы шаруа дейтін ұғым жер бетінде ешқандай халықта жоқ. Жер бетіндегі ешқандай халықта болмаған басыбайлы шаруа дейтін ұғым құлдық ұғым, құлдан да бетер ұғым. Тек орыста болды. Бұл адамзат тарихындағы үлкен масқара. Мысалы, қара нәсілділерді, қара зеңгілерді мынау еуропалық ақтар ана Африкадан қарумен басып алып отырып, қынадай қырып отырып қайтты. Мына Америкаға, Еуропаға алып келіп қайтты, оны құл қылды. Бірақ сол қара зеңгіде құлда жекеменшік қатын болды. Қатындарында жекеменшік бай болды. Отбасы болды. Олар отбасымен құл болды. Біреуге құлын сатса, отбасымен сатты. Ал 1860 жылдарға дейін, тіпті 1900 жылдарға дейін, анығында енді анау қиыр шет аймақтарында октябрь төңкерісіне дейін, октябрь революциясына дейін басыбайлы шаруа немесе басыбайлы шаруа деп аталмағанмен де шын мәнінде сипаты басыбайлы шаруа сияқты болған орыстың мұжықтарында жекеменшік қатын, жекеменшік бай болған. Мысалға, образдап айтайық, Мысалы, Әбілязов, Мұхтар Әбілязовтың 10 мың басыбайлы шаруасы болды дейді. Мен Серікжан Біләштің жаңағы 15 мың басыбайлы шаруам болды. Сонымен екеуміз кезігіп жаңағы. Ай, сен бір 1000 ұрғашыны бер маған. Мен саған бір 500 еркек басыбайлы шаруа берейін деп саудаласады екенбіз. Сонымен ол енді саудагер ғой. Сосын жоғай ал. Бірге бір адамды құқық дейді. Мен айтамын, бір еркекке 2 ұрғашы деймін ғой. Сөйтіп қысқасы келісіп беріп жүрем. Анау 500 ұрғашын ол апарып ана жаққа бере салады. Оны 1000 еркек қатын қылама, 500 еркек қатын қылама. Ол тек көтерсе бол, жүкті болса бол. Ол айтады, ол 9 ай жүкті болғанда ауыр жұмысқа жарамайды. Сондықтан оның бағасы арзан болу керек деген сияқты. Қысқасы мал саудалағандай саудаласады ғой. Мысалы, енді сен сиыр бағып жүрсің, енді бір мықты бұқа керек қой саған. Сол сияқты. Олар да сондай болды ғой. Сосын оның баласы жаңа туылып әйтеу бақсыздығынан арылып, жаңа жұмысқа жараған кезден ақ масақ теруге, мал қайыруға, қой бағуға, шошқа бағуға сала бересің. Ол бала құл болады. Еркек құл, қатын құл болады. Оның әкесі кім, Петрдікі ма, Сетрдікі ма, ешкім білмейді. Осы отбасылық институт қалыптаспаған. Бізде бәленбай 1000 жылдық тарих бар. Біз аспан алақандай жер тебінгідей кезден біз көшпенді өркениет болдық. Бізде тектілік, жаңағы бекзадалық деген болды. Біз сол мынау орталық Азияда тұрып, мына Қытаймен қанша 1000 жыл алыстық. Біздің жаңағы мемлекеттік жүйеміз Қытайдың мемлекеттік жүйесінен артық болды. Енді қара, олар жоқ, олардың адам болғаны осы өткен ғасырдың басы ғой. Олар адам болып, сен, Наташа, менің жекеменшік қатыным айналайын,
О, Александр жекеменшік байым деп бір-біріне жекеменшік қатын бай болғаны кеше. Одан бұрын олар сіздің жаңа бұқаңыз, сиырыңыз сияқты. Бұқа мен сиырда неке куәлік бар ма? Неке куәлігі бар, бұқа мен сиыр көрдіңіз ба? Немесе айғыр мен биенің неке куәлігі бар, жекеменшік айғырым боласың деп, бір айғырды жекеменшік жасап алған бие көрдіңіз ба? Жоқ. Айғыр ортақ, бие ортақ бәріне. Некеленген неке куәлігі бар. Көрмедіңіз ба? Тура сол сияқты болды ғой. Тура сол. Сондықтан бұл қоғам әбден сондай құнсызданған, арсызданған, сондай бытышты шыққан. Адамзат тарихында құлдық жүйеден де арман. Құлдық жүйе деген жүйе ең сұмдық оңбаған жүйе болса, сол құлдық жүйеден де арман басыбайлы шаруалық жүйесі осы Ресейде болды. Ал сөйтіп енді мына құлдан бетер болған жүйеден келді қызыл коммунистер келді. Олар құдайсыз болды. Олар нағыз құдайсыздар болды. Сөйтті де тасталған шықты. Соған міне қазір мынау совет құлап, экономикасы қирап, не істерін білмегенде, енді одан жаман бәленбай 100 жылдан бері соғыстан көз ашпай, қиындықтан көз ашпай жүрген басқа халықтың қыздары жезөкше болмайды. Орыстың қыздары бүкіл жер әлемге, анау Африканың ормандағы тайпаларға дейін, Латын Америкадағы мынау қылмыстық жаңа есірткі бизнес орталықтарына дейін, оңтүстік Азиядағы бүкіл туристік жерге, мына Түркия бүкіл арабыңа барып, жаңа жезөкше болып жүретін себебі содан міне. Қысқасы, сол әбден тобыр болып кеткен, құл болып кеткен, мынау Қытайда сол тобыр, Орыста тобыр, оны алды да мына Си Цзиньпин менен Путин келіп малданып отыр ғой. Бұлардың қалпы, мысалы, қазір енді ресми деректе 40 мың, бейресми деректе 100 мың орыс соғыста өлді. Айналайындары шыжғыртып отырып, соғысқа салып жатыр. Ақыры өледі екенсің. Қарулы көтеріліске шықпайсың ба? Командирлеріңді өлтірмейсіңдер ма? Жоқ. Неге? Құл. Анау ең соңғы барып, майданға барып, не Украинаның қолынан, не таңғып келген Хаймарыстан, не дроннан жарылып өлгенге дейін откасын ішіп жаңа болды. Құдай салды, мен әскер болдым, өлдім болды. Оның ана жақта алқаш әке шешесі, ұлым отан қорғау үшін өлді дейді. Ол қайдағы отан, ол бір халықтың, басқа бір халықтың жері, ода басын қатырмайды. Ойланбайды. Тобырлық сана ойланбайды. Сондықтан міне Қытай мен Орыс дүниедегі ең сорлы, ең жаңағы азғын халық болып отырған себебі сол. Бұл жерде мен тұтас халыққа кінә артпаймын. Бірақ Қытайда, Орыста осы неге диктатуралық жүйе орнайды? Неге ортасында қазақ, Қытай мен Орыстан ғасырлар бойы тепкі көреді? Осы екі халық тобыр. Оларда еркіндік, теңдік дейтін ұғым жоқ. Тексіздік етек алды. Екеуінде де коммунистік жүйе кезінде бүкіл бағланын, асылын, бай бағланын, ақ сүйегін сорпа бетіне шығарын. Игі жақсысын, тектісін құртып, қырып, шетел асырып, қуғындап, өңкөй жаңа құстабан құлғытанды қалтырған. Сол құлғытаннан құралған жүйе міне қазір бүкіл адамзаттың бас ауруы болды. Орыстар міне 100 мыңдай орыс қырылып кетті. Айналайындар сол өзінің не үшін өлгенінде ойлай алмай қалды ғой. Неге өлді, не үшін өлді, неге олар сөйтіп соғысқа бару керек, неге ел бейбіт өмір сүріп жатыр, махаббаттасып жатыр, жақсы өмір, бала сүйеді, міне бизнес, тірлік жасайды, оқиды, ғылым білім, өндіріс ашады. Жоқ, олар барып мына заманда барып біреудің жерін жол. Орысқа жер жетпей ма? Жатыр ғой арам шөп басып, орманы бар, жатыр ғой. Мәселе санада тұр. Бір диктаторға шамасы жетпей отыр. Бізге де сол қалың елім, қазағым. Ұқсас бір кәрі екі мемлекет құрып отыр. Бірі коммунистік диктатуралық жүйе, дүние жүзіндегі ең сорлы, ең кедей, ең құрған ел. Екіншісі сол ұқсас Корей құрған оңтүстік Корей әлемдегі ең бақытты, бай, демократиялы ел. Бір Қытай екі жүйе орнап тұр. Тайван демократия, еркіндік, дамыған, бүкіл әлемнің чип өндірісі сол бір Тайванды негіз қылады. Ең мықты чип өндіретін корпорация сол Тайван. Ал Қытай әлемдегі ең сорлы, ең бейшара болып отыр. Міне қараңдар, дүние қалай? Міне Сингапур, ол да Қытай анығында. Малайдың жері Қытай жаулап алып Сингапур болды. Менің бір лекциям бар, тыңдаңыздар. Сингапур синдромы және Қытай қаупі деген лекциям бар. Соны тыңдаңыздар. Сингапур синдромы және Қытай қаупі. Ол лекциямды 4 жыл ма 5 жылдың алдында сөйлегем.
асықпай тыңдасаңыздар, ода да біраз ақпарат айтамыз. Айналайын халқым, қазағым, біз қазақтар әлемдегі ең мықты ел құра аламыз. Біздің жастарымыздың талантында қисап жоқ. Біз дүниедегі ғылымы, білімі дамыған, еркіндік, демократия орнаған, әрбір қазақ бай, бақуатты болатын ең мықты елді құра аламыз. Тек мына сұмырай диктатордан, мынау Назарбаев Тоқаевтың жүйеден құтылсақ болған. Ол үшін әр қазақ құлдық санадан арылу керек. Жүрегіндегі үрейден арылу керексің. Өзіңнің жүрегіндегі үрейді, өзіңнің жүрегіндегі мынау құл болып өмір сүре беретін нәпсіні жойсаң, сен азат адам боласың. Тағы қалың мұсылман бауырларымызға айтамыз. Мұсылман болудан бұрын алдымен адам болып алыңдар. Адамдықтың шекесін қыздырмай тұрып, адамдықтың өзін дұрыс атқара алмай жүріп, мұсылман боламын деп қаңылтыр кеуделеріңді қақпаңдар. Алдымен адам болыңдаршы. Адамгершілік дейтін нәрсе бар. Адамдық құқық дейтін нәрсе бар. Аққа жақ болу, қараға қарсы болу дейтін нәрсе бар. Ал сен осы талаптардың бірде-бірін орындамай тұрып, адамдықтан кетіп отырып, адамдықты таптап отырып, арды таптап отырып, арыңды сатып отырып, зұлымдармен одақтас болып отырып, мына қаныш жерлердің итаяғынан жуынды ішіп отырып, сен ислам туралы, мұсылман туралы үгіт насихат жүргізбеңдерші. Әрбір сұмырайға айтатыным осы. Аман сау болайық. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.